Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте оңай әрі дәмді шоколадты тортпен бөлісетін боламын. Шын мәнісінде дайындау жолы өте оңай, және де бисквиттің дәмі өте ерекше. Себебі ащы кофе қосылады. Ыдысымызға ұн, қант, бір қасық тұз, айранға бір қасық сода қосып араластырып қоямыз реакция болу үшін. Массамызға какао қосамыз, бір қасық разрыхитель араластырамыз жақсылап. 2 жұмыртқа қосамыз, жұмыртқаның сыртын міндетті түрде жуу керек. Айранды қосып, майымызды қосып, жақсылап қалақпен араластырамыз. Ыстық кипятокқа 2 қасық кофе салып, жақсылап араластырамыз. Осы ыстық қалпында қамырымыздың шетіне қарай құйып, жақсылап тұрып араластырамыз, асты үстіне қарай қалақпен. Қалақпен араластырғаннан кейін миксермен 3-4 минуттай араластырамыз. Қамырымыз не сұйық, не қою болмау керек, орташа болу керек. Қамырымызды 2 бөлек формада пісіруге болады, 18 сантиметрлік, немесе осылай үлкен 25 сантиметрлік формада пісіріп аласыздар. Бисквит дайын болды. 2 бөлікке бөліп аламыз. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер, дәмі өте керемет. Бисквиттен какао мен кофемен дәмі шығып тұрады. Пропиткаға мен 2 үлкен қасық сливочный сыр, оған 2 қасық қант және де 200 грамм сливки қосып миксермен араластырамын. Дайын болған массамды 2 коржға жақсылап жағамын. Тортымызға крем жасаймыз. Ыдысымызға 200 грамм сливочный сыр қосып, оған 200 грамм қант салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Комок болмауы керек. Осы массамызға 400 грамм сливки қосып, миксермен араластырамыз. Кремізді мешочкпен осындай насадкамен торттың жан-жағына жағып шығамыз. Басында мен бисквитті 2 бөлікке бөлдім, оның екінші бөлігінің бетін кесіп алдым да, оны ұнтақтадым. Осылай торттың бетіне әсемдеп сеуіп шықтым. Мінекей тортымыз дайын болды. Достар, сіздерге бір өтінішім бар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер және лайк, комментарий жазып кетіңіздер.